Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге нағыз пиццерияда жасалатын осындай дәмді, өте жұмсақ, үлпілдеген пиццаның жасалу жолын көрсететін боламын. Жасалу жолы өте оңай. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Әдеттегідей ең алдымен қамырынан бастаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға 1 шай қасы қант, 1 шай қасы құрғақ ашытқы, және 200 грамм жылы суымызды құйып араластырамыз, және үстін қақпақпен жауып 10 минутқа күттіріп қоямыз. Достар, міндетті түрде осылай жасаңыздар, сол кезде пиццаның қамыры өте жұмсақ, үлбіреп шығады. Міне 10 минут өтті, енді үстіне 400 грамм ұнымызды ситадан өткізіп саламыз. Міндетті түрде ситадан өтуі керек. Қамырды елемес бұрын үстіне 2,5 ас қасығы зәйтүн майын құямыз және жұмсақ қамыр жасаймыз. Достар, қамырымыз өте жұмсақ болу керек, осылай қолымызға жабысу керек. Көп ұн қоспаңыздар, оның орнына алақандарыңызды кішкене майлап, жақсылап илеңіздер. Қамырымызды иледік, жұмсақтығы осындай болу керек. Енді үстін жауып, жарты сағат немесе 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенге дейін біз үстіне жағатын соусты дайындаймыз. Ол үшін 2 қызанақты осылай шеттерінен кесіп, үстіне ыстық су құйып, 5-10 минутқа күттіріп қоямыз. Жалпы көбіне пиццаның соус ретінде үстіне кетчуп пен майонезді араластырып қосып жатады. Бірақ осы оригинал, осы соусты жасап көрсеңіздер, пицца одан да дәмдірек болады. Мінекей біздің 5-10 минутымыз өтті. Енді мінекей көріп тұрғандарыңыздай помидордың қабығы өте осылай оңай шығатын болады. Қабықтарынан тазартып аламыз. Қабықтарынан тазартылған қызанақтарды блендер ыдысына осылай осы үлкендікте турап саламыз. Енді блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Қызып тұрған табаға 2 ас қасық зәйтүн майын құйып, үстіне блендерден өткізген қызанақтарымызды құямыз. Міндетті түрде тұз және дәмдеуіштерімізді қосамыз. Қара бұрышымызды, 1 шай қасығы орегано, жарты шай қасығы ұнтақталған қызыл бұрыш, жарты шай қасығы қантты салып, жақсылап араластырамыз. 5-10 минутқа біздің соусымызды пісіріп аламыз. Не көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз өте керемет көтерілді. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз.
үстін қақпақпен жауып 5 минутқа күттіріп қоямыз. Мінекей дайын болды. Енді пергамент қағаздың үстіне осылай қолымызбен жақсылап жұқалап жайып аламыз. Мінекей дайын болды. Қолымызбен жақсылап жайып шықтық. Енді жасаған соусымызды үстіне теңдей барлық жеріне теңдей келетіндей жағып шығамыз. Соустың үстіне күштен өткізілген осындай ірімшіктерді де жайып шығамыз. Пиццаны өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әртүрлі көкөніспен әрлесеңіздер болады. Мен бүгін қызанақ, колбаса және тәтті жасыл бұрыш қолдандым. Барлық көкөністерді рет-ретімен жайғастырғаннан кейін қалған ірімшіктерді осылай салып шығамыз. Жартылай дайын пиццаны духовкада 190 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Пештің түріне қарай пісу уақыты да әртүрлі болуы мүмкін. Сіздер осыған мән беріңіздер. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі пісіп шықты. Пісіп шыққан пиццаны ыстық күйінде осылай кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Достар, қараңыздар, өте жұмсақ, сондай үлпілдеген дәмді пицца дайын болды. Сіздер де осы мен көрсеткендей жасап көрсеңіздер, өте дәмді болып шығады деп ойлаймын. Достар, видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін барлықтарыңызға үлкен алғысымды айтамын. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі де кездескенше қош сау болыңыздар.